Нәресте 2-3 айға дейін ақпаратты тек құлақпен алады. Сондықтан бесік жанында әңгімелесуге, музыка қоюға болмайды. Себебі бала жаманды жақсылы эмоцияның барлығын миына жинақтай береді. Бұл жайында американдық ағайынды биологтар мынадай тәжірибе жасаған. Олар бесік жырын тыңдау кезінде бөбектің жүрек қағысын тексереді. Қараса, олардың жүрегі қалыпты, яғни минутына 68-72 рет соққан. Әрі бала бойынан эндорфиндер, яғни қуаныш гормондар бөлінетін байқаған. Ал заманауи музыкадан сәбидің жүрегі шамадан тыс қатты соққан, ұйқысы бұзылып, өзін қорғансыз сезінген. Тіпті романтикалық әуендерді тыңдату да орынсыз. Ол бөбектің сезім мүшелеріне қатты әсер етіп, шектен тыс дамытып жіберген. Есегінде махаббатқа тұрақсыз сезімге жеңілдік келуі де осының әсерінен. Германияның ғалымдары бесік жырының пайдасын басқа бір қырынан айшықтайды. Олардың айтуынша бала бесік жырын тыңдағанда оның ажар көркіне жауап беретін гормондар жақсы жетіледі. Анасы әлде айтқанда, көңілдегі көркем идеалдар мен асыл мұраттар, арман тілектер баланың болмысына дариды. Қазір психиатрлар жасөспірімдердің 20-25% қатыгездікке бейім дейді. Олар құрбыларымен тонның ішкі бауындай араласып кете алмайды. Есейе келе зорлыққа, ішімдік пен есірткі заттарға қатты әуес болады. Осыған қарап америкалық психолог Бьорн бесік жырын тыңдамау агрессияның бастауы деп ой түйген. Шығыс халқында қатыгез адам туралы мынау бесік жырын тыңдамаған адам екен деген түсінік бар. Келіншектер бесік жырын айтуды аяғы ауыр кезінен ақ әдетке айналдырса, ағзадағы токсикоз төмендейді, жүктілік мерзімі айтарлықтай жеңіл өтеді. Мұндай сәттерде сәбиге қажетті оттегі көбейіп, оның жүрегі қалыпты соғады. Анасының әлдейі оның эмоционалды көңіл күйін реттеп, жүйке жүйесінің төзімділігін шыңдайды. Ресей медицина академиясының ғалымдары әлдей жыры тұмса ананың, яғни жас босанған ананың ағзасына да жақсы әсер етеді дейді. Әр бесік жырында әр халықтың өз менталитеті, кие қасиет пен ізгі өнегесі туралы сакралды ақпараттар сақталған. Олар бөбектің құлағына сіңген сайын бойындағы ата-бабасының генетикалық кодын оятады. Кез келген елдің бесік жырында жаратушыға мінәжаты, одан тілектілеу сарындары бар. Татар ғалымы Карабулатова бесік жырында халық даналығы мен сұлулық қабысып жатыр. Әр халықтың ұлттық тәрбиесі, салт дәстүрі, өнегесі, өнері мен өмірі бесік жырынан бастау алады дейді. Әлдей ән арқылы бала бойында ана тіліне деген құштарлық қалыптасып, музыкалық қабілеті жетіледі дейді. Қазақ бесік жырындағы әлдей-әлдейдің түбірі аллай-аллай сөзінен шығады. Тіл заңдылығы бойынша дауыссыз екі л дыбысы қатар келмейді. Сондықтан аллай есімі алда, молла сөзі молда деп өзгеріске ұшыраған. Ал өзбек халқының бесік жырында аллай-аллай деп айтылады.